Ең бірінші біз науқасты тексерген кезде ақыл есін бағалаймыз, есін жоғалтқан болуы мүмкін, комалық жағдайға түсуі мүмкін, иә. Сосын тері жабындысына қараймыз, ол көгерген ба, қызарған ба, жаңа айтқан эритремалар, ісінулер болуы мүмкін көз аймақ, бет аймақтарында. Сосын тыныс алуының қиындауы, пульстың өзгеруі, яғни пульсты нитевый пульс болады тәрізді, жүрек соғу жиілігінің өзгеруі, тахикардия болады және артерия қан қысымының төмендеуі. Жалпы шок дегеннің өзі барлық кезде артерия қан қысымының төмендеп кетіп, ал жүрек соғысы жиілігін жоғарылап тахикардия болуымен сипатталады. Және құсу еріксіз дефекациялардың, зәр шығарулардың бөлінісімен көрініс береді. Анафилактикалық шок дамып жатқан пациенттің өмірі өте қауіп төніп тұрғандықтан тез арада көмек көрсетуіміз керек. Ең бірінші біз аллерген еніп жатқан болса, яғни инфузион терапия қабылдап жатқан болуы мүмкін, система болуы мүмкін, немесе инъекция алып жатуы мүмкін. Соны біз тез арада тоқтатып, сол аллерген енген жерден жоғары артерияны жүгіт салуымыз керек артерияға. Ол жүгітті біз ар минут сайын 1-2 минутқа босатып отырамыз. Сосын пациенттің жатқан положениесін дұрыстап, яғни Трелленбург қалпына келтіреміз. Дәл осы фотодағыдай аяғын көтеруіміз керек. Сосын ода тыныс жетіспеушілігі дамып жатқандықтан жағын көтеріп, қысып тұрған киімдер болса оны шешіп, біз оксигенотерапия жасаймыз керек, яғни ИВЛ аппараты болса кислород беру керек. Сосын аллергия енген аймаққа біз 0,1%-тік 0,5 мл инъекция түрінде подкаливание етіп жасап адреналин енгіземіз. Ары қарай шокқа қарсы терапия жүргізіледі. Бұлшықетке тез арада біз 0,1%-тік жаңа айтқан адреналин ерітіндісін бұлшықет ішіне, яғни сан аймағына жасауымызға болады. Міндетті түрде антигистаминді препараттар, мысалы супрастин, димедрол деген сияқты препараттарды енгіземіз. Ары қарай инфузионды терапия, яғни біз отсканы көтеруіміз керек. Ол жерде біз жаңа айттық, артерия қан қысымы төмендеп кетеді, соны біз көтеруіміз керек. 0,9%-тік натрий хлорид ерітіндісін 1 литрден аз құймаймыз. Ары қарай бізде аллергия қарсы гормоналды терапия жасалынады. Шұғыл көмекте ол преднизолон 90-120 мг ересектерге қолданады. Егер дексаметазон болса 8-32 мг береміз. Симптоматикалық ем бойынша науқастың қандай симптомдар дамиды, соған байланысты ем қолданамыз. Мысалға брадикардия дамып жатса атропин енгізуіміз керек. Бронхоспазм болатын болса салбутамол, мысалға 2,5 мг-ға дейін небулайзер аппаратымен ингаляционды түрде жасаймыз. Ары қарай біз науқасты тез арада госпитализация жасап реанимация немесе қарқынды терапия бөліміне жеткізуіміз керек.